Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай қызыл ірімшікті жасайтын боламыз. Яғни үй жағдайындағы ірімшікті жасайтын боламыз. Ол үшін біз таза қазанымыздың ішіне 2 литр жобасындағы сүтті құйып алатын боламыз. Әркім әрқалай өзінің қалауынша қалауындағы литрлік сүттерді пайдаланады. Көбінде қолдың сүтін пайдаланған дұрыс, себебі дүкендегілер ойдағыдай болып шықпайды. Сүтімізді дәл осылай пісіріп алғаннан соң, 1 қасық айранымызды қосып, дәл осылай ірітіп алатын боламыз. Іріп, жаңағы сары су бетіне шығатын болады. Сонда сары су шыққан кезде ірімшігіміз ойдағыдай болып шығады. Осылай қазанда 3 сағат көлемінде баяу отта қайнатып ірітіп алатын боламыз. Осылай сары су шыққан дұрыс. Ірімшік барлық жастағы адамдарға пайдалы болып келеді. Ақуыз және май, кальций, фосфор қышқылдарына бай болып келеді. Сондықтан қолдан жасап, үй ішіндегі отбасындағы жандарды қуантуларыңызға болады. Сондай-ақ тіспен және сүйекке деген пайдасы мол болып келеді. Сол себепті үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Үш сағаттан соң дәл осылай сүзгімен сүзіп алатын боламыз. Дәміне қарай мен құмшекер қостым. Әркім әрқалай қосса да және де қоспаса да болады. Өзімнің дайындап қойған, осылай қолдан тігіп дайындап қойған қалташаға ірімшікті салып, қатты затпен, ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Сонда ірімшіктің суы ағып, ірімшіктің өзі ғана қалатын болады. Міне дәл осылай қызыл ірімшігіміз дайын болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.